Наурыз және Наурыз жұмыскер бағдарламасы бойынша мақұлдама алған болсаңыз, осы видеоны аяғына дейін көріңіз. Осы бағдарламалар бойынша үйді тек азстройка, яғни белгілі бір тізімнен ғана қарастыруға болатынын білеміз ағайын. Өткенде мынандай жағдай болды. Бір жасы үлкендеу адам баласының атына үй қарастырып жүр екен. Олар былтырғы Наурыз бағдарламасының конкурстан өткен екен, банктен мақұлдама алған, бірақ үй іздеу барысында жаңағы тізімнен көңілдерінен шығатындай үй табылмапты. Сонымен әр іздеп бер іздеп ешқандай үй ұнамайтын болып шыққан. Сосын осы жылғы наурыз айындағы наурыз бағдарламасына қатысқан, ол жерде пороговый балл өздеріңіз білетіндей жоғары болды ғой, 104-те 7 балл болды. Балл жетпей қалған, конкурстан өтпей қалған. Енді қазір наурыз бағдарламасына өтінім қабылданып жатыр ғой. Сол наурыз бағдарламасына өтінім берейін десе, конкурстан өтейін деп тұр. Бірақ табыс растауға келгенде жаңағы баласы 2 ай бұрын жұмыстан шығып кеткен, сосын жаңа жұмысқа кірген, жаңа жұмыста 1 ай пенсионға түскен, конкурстан өткенмен табыс расталмайтын болып тұр. Бұның бәрін неге айтып жатыр ағайын? Конкурстан өтіп тұрып, мақұлдама алған кезде үй таңдау барысында өте қатты үлкен критерийлер қоятын болсаңыз, мысалы, үйдің потологы 3 метр емес, паркинг жоқ, немесе кухняның планировкасы дұрыс емес, немесе кухня кішкентай деген критерийлерді тізіп өзіңізге қойып, сол бойынша үй іздейтін болсаңыз, үй алу шансыңыз төмен болады ағайын. Түсініп тұрмын, өмір бақи жинаған ақшаңызды бір жақсы үйге арнағыңыз келеді. Сол үйді алып, қайта-қайта үй ауыстыра беремін бе, бір жақсы үйден алып қалсам деген ойда болуы мүмкін. Бірақ сондай қатты талаптар қоям деп, үй алу мүмкіндігін жіберіп алмаңыз ағайын. Менің жеке пікірім, қолда қомақты ақша болған кезде, үйді кез келген жерден таңдап, кез келген үйді кез келген локациядан алатындай мүмкіндік болып тұрған кезде сондай талаптар қойса болады деп ойлаймын. Ал егер бағдарлама бойынша сіз конкурстан өтіп тұрсаңыз, сол тізім бойынша көңілден шығып тұрған, бір келіп тұрған вариантын әзірге ала берсеңіздер ағайын. Осы видеоны таныс туыстарға жіберіп қойыңыз ағайын. Жақсы, сәттілік болсын.